құрметті жиналған қауым. Қош келдіңіздер. Өркендеу ауылының аталары мен әжелері, енелері, ағалары мен жеңгелері, қайнылары мен қайынсіңлілері, бүлдіршіндері. Тәуелсіздігімізге 20 жыл толуына байланысты өтіп жатқан іс-шараларымыздың біреуі бүгінгі ең ибалы сұлу жан-жақты атты келіндер сайысына қош келдіңіздер. Бұл сайыс Өркендеу ауылының Амангелді округтық әкімдігінің басқаруымен өтіп отыр. Келін жақсы болса, үйге көткісі келеді. Келін жаман болса, келген адам кеткісі келеді. Ас құй десең, төккісі келеді. Төкпей құй десең, сөккісі келеді деп шал ақынымыз айтқандай, инабатты келін асыл жар, аяулы ана, әр үйдің көркі. Сондықтан да бүгінгі келіндер сайысын өткізудегі негізгі мақсат ұлттық тәрбиені жандандыру, ескіні қайта жаңғырту арқылы ежелден мирас келіндердің инабаттылығы мен ибалылығын барша жұртқа насихаттау. Халқымыздағы ертедегі салт жоралғылары ата мен енеге сәлем салу, қайын үнді мен қайсыңызге ат қою, үлкеннің атын атамау, үрдістерін қайта жаңғырту. Сондықтан да енді осы Өркендеу ауылымыздың келіндерін ду қол шапалақпен ортаға шақырайық. Ахметова келіні Назира Қайырбайқызы, Кәрім келіні Назира Болатқызы, Кәрім келіні Анар Қазақбайқызы, Аманжол келіні Әсел Мұқаниқызы. Алдарыңызда. Ұлттық тамақ пісіру және жасалу жолдарын айтып беру. 3-ші салт дәстүрге байланысты сұраққа жауап беру. 4-ші поэзия минуттары. 5-ші өнер сайысы. 6-ші үй тапсырмасы. Қазір келіндер бір-бірінен кейін реттін білу үшін алдарыңызда тұрған реттік сан бастайық. 1-ші бізде әрдайым Назира жүреді. 2-ші әрдайым Әсел, 3-ші Назира, 4-ші Анар жүреді. Әр елден келін келер, әр түрлі ырым етер. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан деп 1-ші сайысымызды бастаймыз. жиналған барша халқым, әрдайым сақтай жүрген дәстүр салттың
бас иіп баршаңызға сәлем бердім. Әсел өркендеудің келінімін. Атам менің болады асқар таудай, енем менің әрқашан қамқор жан ғой. Енем менің әрқашан қамқор жан ғой. Алғыс айтып жүремін мен оларға, тәрбиелеп дұрыс жолға салады ғой. Қайнағалар бар ғой менде үшеуі де өркендеудің түрегі. Болады олар отбасының тірегі, үш батырдай қорған болып жүреді. Абысым Ляззат, Маржан, Гүлназ дайым, тілектес қой олар маған әрдайым. Бар ғой менде қайын-іні, сылқым жігіт, бақыт тілеп жүремін мен әрдайым. Ырзамын мен тағдырымның жазуына, отбасын отағасымен құрғаныма. Ертай ханым, инабатым, балапаным, бақытты отбасында туғанына. Ерке қызым бір табан өңірінде, Нұрхамид әкем менің жүрегімде. Армия, Азамат, Хасанали, ғибратым, бар ғой менің бауырларым өмірімде. Егеменді 20 жыл құтты болсын, тәуелсіздік тұғыры мықты болсын. Халқымның көңіліне қаяу түспей, тәуелсіздік жалауы мықты болсын. Бәрекелді. Oğlum жігер, қызғалдағым Әмина. Шықтым қанжығалы елінен, нақты айтсам туған жерім Ереймет. Қайырбай деп атталады әкем менің, қос келді руым арғы тегім. Келдім биыл сәуірден бішен жасқа, баланың кенжесі едім жолым басқа. Енді бүгін келінмін мен, анамын мен, балалымын, бақыттымын, тілім тазға. Қорғалжын
қасиетті елім менің. Табиғаты әлемді таңғалдырған Үлебайдай ауылына мен де келдім. Ударайдай қазағыма ән салдырған егеменді еліме сәлем бердім. 20 жылда жанарына жандандырған келінім мен үлгілі отбасының жүрегіне имандылық ұялаған дүйсенбідей қажы жарым бар. Дүбірлі жарыс десе жаным жанар, Қазақбайдың қызымның аты манар. Өте жақсы. Алдарыңызда әділқазылар сіздер жазып отырыңыздар. Біз бірден екінші сайысымызды бастаймыз. Әділқазылар ойланғанша. Алдарыңызда бірінші нөмірлі Кәрімқызы Назира, екінші нөмірлі Аманжол келіні Әсел, үшінші нөмірлі Ахмет. Сіздерге назарларыңызға, келдер назарларға. Әкелген дәмдеріңізді дұрыстап түсіндіріп, міне сіздер аңпақ жерге қойып қойдыңыздар. Мынау міне сіздерде жұмыс стол осының үстіне қойып берейін. Мұнда әкеліп дұрыстап түсіндіріп, мінекей. Осының үстіне әкеліңіздер. Жеке-жеке әкелесіздер. Сіз келесіз аға бірінші. Осы жерде түсіндіріп, айтып, әділқазыларға жасалу жолын бәрін ашық айтыңыздар. Сосын қандай табақ дайындап келдіңіз, соны айтыңыз. Күйеу табақ бар, келін табақ бар, өте жақсы. Мынау әкелген қонақтарға арнатады. Бұл жасалу жолына келетін болса, мысалы, бірінші жаңа кастрөлде суды құямыз. Одан кейін жаңа етімізді тазалап, суға жуып аламыз. Жаңағы суға саламыз. Қайнар кезде етіндегі көбігін алып, бір қайнағасын сорпаның тұзын қараймыз. О тәтімді ма, тәтімсіз тұзынаған. Одан кейін жаңағы қамырға келетін болса, онды үйлеп алып, жылы суға тұз салып, оның қамырдың жаңағы иығын келтіресің. Ол иығы ескеннен кейін жаңа доп-домалаққа бейісіп, етті кастрөлден піскен қарайсың. Ол кастрөлден алып етті қайнаватқан сорпаға еттің нанын салып, табаққа әдемілеп әкеп пісіресің. Оны қонақтың алдына кеп қоясың. Енді мұнда қонаққа арналған табақ тұздық саласына пиязды турап, сорпаның үстінен сорпа алып, пиязға салып, үстіне тұздықты саласын. Әділқазылардың алдына апарып қойуыңыз керек еді. Бір көрсет нұсқасын апарып, сосын терезенің алдына қойып қойыңыз, артынан жейміз ғой. Жоқ. Терезенің алдына қойып қойыңыз. Рахмет. Келесі. Қадірменді қонақтар, менің бүгін сіздерге арнайы әкелген асым ол қазақтың ұлттық тағамдарының бірі құрт және ірімшік. Бұның негізгі түпнұсқасы сиыр өнімінен жасалады, сиырдың сүтінен.
Алдымен біз сиырды таза және желіндерін тазалап сауып аламыз, жақсылап тұрып. Одан кейін мысалға бірінші ірімшікке кірісетін болсақ, сиырдан сүтті сауып алып, оны бір күн ұйытамыз. Жаңағы ұйыған сүтті пісіріп, оны арнайы жұқа қапшыққа құямыз, және ірімшікті сүзу жолдары солай жасалады. Дайын болған ірімшікті сүзілген, бұның дәмін дәмдейміз. Әркім өз қалауынша дәмдейді. Мысалға мен өзім бұл ірімшіктің қаймақ немесе қант қосып араластырып жегенді жақсы көремін. Бұның пайдасы өте зор ірімшіктің. Бұның құрамында кальций бар. Бұны мына жаңа өсіп келе жатқан жас сәбилерге берсе, олардың сүйектері өте мықты және тістері қатайып жақсы шығады. Екінші тағамымыз ол құрт. Құрттың да негізгі түпнұсқасы сиырдың сүтінен жасалады. Бұны сиырды сауып, сүтті тартып, жаңағы қаймағынан айырылған сүтті аврат дейміз. Осы авраттан іркіт жинаймыз. Оның арнайы себебі жаздың күні ыстық, шыбын шіркейлер тышып, жаңағы құрттап кетпеу үшін. Негізгі ережесі сөйтіп, сары суын ағызып, 1-7-10 күннің ішінде іркітті алып, оны қапқа салып, суынан арылтамыз, жақсылап тұрып сүземіз, сүзіп аламыз. Сосын оны қара қазанға әкеп саламыз іркітті. Астына отын жақсылап жағып, жарты сағат не 1 сағаттың көлемінде бұл құрт дайын болады. Кейбір әр адам татымы әртүрлі болады. Кейбір адам ащы құрт жақсы көреді, кейбір адам тұщы құртты жақсы көреді. Оны әр адам өз қалауына байланысты біледі. Бұл құртты пайдалысы сорпаға пайдаланады. Немесе бұны жаңағы той-томалаққа барғанда кәмпит пішінімен шашу ретінде халқымыз соған пайдаланған. Ерте кезден бұлар және балардың өте жақсы сүйіп жейтін тағамы. Баларды жаман қылық дейміз, негізі жақсы қылық қой, балалар құртырлайды. Құртырлап жегенін біз баяғыда күннің жауын жауғанын, содан бір рет баласы құртырлап жеген ғой деп, негізі бұрын мамаларымыз сөйтіп айтатынды. Балаларды сүйіп, ашырқанып, жақсы көретін тағамы құрт. Осы мен әкелген тағам сіздерге көрсетуге рұқсат етіңіздер. Әді қызларға көрсетіп, орнына апарып қоясыз. Терезенің алдында. Рахмет, келесі. Көмектесіп жіберуге болады. Бізде келіндер өздері бір-біріне көмектеседі, сондықтан да Қазақтардың ертеден келе жатқан тағамдары ол әрине сүттен жасалған өнімдер. Мен бүгін әкелгенім сүттен жасалған өнімдер ол май, құрт, ірімшік және езбе құрт. Ал әкелгенім ши бауырсақ және сіздерге түсіндіру үшін тағам наурыз көже. Наурыз көже әсіресе наурыз мейрамында жасалады. Қазақтар ертеден келе жатқан ұлттық тағам, оны жеті тағамдан жасайды. Біріншіден оның жасалуын айтып өтейін. Суға тұз салып, етті қайнатып аламыз. Ол сүрет болғанға қазы-қарды сол әсіресе сондай салған дұрыс. Содан кейін ол қайнатып алғаннан кейін тары немесе қара құрмық салуға болады. Оны піскеннен кейін сүт және айран немесе айранның орнына құрт салады және жеміс-жидек салған. Бұрынғы қазақ елі біз мейіз салдық. Бұл енді наурыз көже, наурыз уақытында 22 наурыз қазақ мейрамында жаңа жылында ішетін тағам. Ши бауырсақты айтып өтетін болсақ, ши бауырсақ ол жоғары сортты ұнға, жұмыртқа, қойдың құйрық майына немесе сары майға пісіріп алуға болады.
ертеде ата-бабаларымыз баяғыда мал бағып жылқы баққан. Сол кезде суықта қысты күні әжелеріміз, аналарымыз құрт көже пісірген. Ыстықтай ішетін, әрі денсаулыққа пайдалы, тоңбайтын, әрі қарын аштырмайтын тамақ. Бұның жасалу жолы: суды қайнатып алып, онды суық суға езіп салып, пісіріп, одан кейін езбе құртты қосып, тұзын қоса алып, одан кейін сары майды қосып ішетін баяғыда. Мынау екінші тағам жем, оны қызыл бидайды бірінші қуырып, терменге тартып, одан кейін қантын, сары майын қосып, қатырып жасаған екен. Рахмет. Сонымен сіздердің алдарыңызда біздің ең әдемі, сұлу, ибалы, инабатты келіндер. Ең бірінші Кәрімгелі Назираның бағаларын көрсетсеңіздер. 5 доғылды бұрақта. Екінші Аманжол келіні Әселдің бағаларын көрсетсеңіздер. 5. Үшінші Ахметолла келіні Назираның бағаларын 5. Төртінші Кәрім келіні Анардың бағалары 4-5. Бұл қол шапалақтау. Мына жерде мен айтып өтейін, қазір әділқазыларды айтып өтетін шығар. Ахметолла келіні Назира өз үйінің отбасын таныстырған кезде оның суреттерін салып тұрып, альбом жасауға кетті. Сондықтан тағы бір доғал шапалақтау. Енді екінші сайыс дайынсыздар ма? Әлде үшінші сайысты жүргізе берейін бе? Екінші сайысты бағаларын Кәрімгелі Назира 5. Конечно, екінші Аманжол келіні Әсел 5. Үшінші Ахметолла келіні Назираның бағалары 5. Төртінші Кәрім келіні Анардікі 5. Келіндеріміз 5 аспап екен. Салт дәстүрге байланысты сұрақ жауап сайысын өткіземіз. Ол үшін қазір менің алдымда міне сіздерге билет дайындадым. Емтихан естеріңізге түссін деп бір билеттен аласыздарды жауап бере барғаннан кейін Әсел. Назира нешінші? 4-ші билет. Әселдікі 3-ші билет. 2-ші билет. 1-ші билет. Қалай, Фортуна 4, 3, 2, 1 болды. Өте жақсы. Ал келесі кезекті Шынар биші қызымызды ортаға шақырамыз. Қазақ биімен. Сіздер дайындау беріңіздер. Basmalı otarlı sınırlı
басталды. Бірінші жауап беруші бізде Назира. Сұрақ оқып жауап бересіз. Ереулік дегеніміз сол баяғы көшпелі қазақта берілетін бұйымдардың бірі деп ойлаймын. Бесік тойы дегеніміз бесікке салу рәсімі бойынша баяғы қазақ халқымызда баланың анасы бүкіл көрші қоламды жора жолдастарын шақырады. Шақырған кісілердің ішіндегі үлкен әжеге бесік салу рәсімі беріледі. Жаңа үлкен әже бесікке салу рәсімі бойынша өзінің міндеті бойынша 7 затпен қамтамасыз етіледі. Ол бірінші жаңағы ұсталған шапан, кебенек, ноқта, қамшы, жабдық. Баяғы қазақ халқымызда ұлағатты сөз бар. Ел болам десең, бесігіңді түзе деген. Өте жақсы, дұрыс айтасыз. Бесікке салар әже, баланы бесікке салар кезде алас-салас, әр пәледен қалас, асқар толмен кел, ағында біткен сумен кел, ұйқытып соққан желмен кел, бисмилла балам, ұйқың тәтті болсын, күлкің қатты болсын деп баланы бесікке салады. Рахмет. Менің сұрағым, бірінші сұрақ меймандостық. Меймандостық дегеніміз ол құдай қонақ. Бұрынғы заманда жолаушылар атпен жаяулап, адамдар сөйтіп жаяулап, атпен ел аралап, ел кезіп жүрген ғой. Сол қараңғы түнге қалса, ауылды көрсе, шамның жарығын көрсе, сол ауылға ат басын бұрып, терезені қағып, кіруге рұқсат сұрайды. Біз құдай қонақпыз деп, бір түнеуге рұқсат етіңіздер деп, аты жөндерін, қай елден, кімдер екендігін айтып, сөйтіп кіреді. Сөйтіп сонда қонақ болып қонып кетеді. Мына меймандостық деп айтып тұрғаны, мейман ол біздің қонақ дегеннің синонимі. Достық енді жаңағы танымайтын адамдар бір-біріне достастырған. Келесі сұрақ қалжа және шілдехана тойы. Қалжа дегеніміз бұл кішкентай бала дүниеге келгеннен кейін жасы босанған әйелдің қалжасы беріледі. Оған арнайы қой сойылады. Бұл және де үлкен әжелеріміздің тойы десек те болады. Бұған ылғи үлкен кісілер, көрші ауылдың, көрші қоланың әжелері келіп, қалжа етін жейді. Ол қалжада жаңағы жас босанған әйелге қойдың мойнын береді. Жас сәбиіміз дүниеге келіп, өзінің отбасына оралған кездегі жасалатын той. Әрине, онда да қазағымыз қой соймай қарап тұра алмайды. Бұнда да қойдың басын табаққа салып, дүркіретіп той жасайды. Бұнда енді жаңағы ата-ананың, туған туыстары, жолдастары және көрші қоланың жастары келеді. Шілдехана тойында ән айтылып, би биленеді, таң атқанша тойланған. Бұрынғы салтымызға келетін болсақ, әртүрлі ойындар ойнатып, таңдық қалай атқанын білмей дүркіретіп той тойлаған. Екі тойдың да негізгі себепкері жас сәбидің дүниеге келуі, оны ел жұртқа жария етуі, негізгі түп мағынасы. Сол осы айтады. Дегеніміз кезінде қазақ елі бір қазақтың, ауылдас қазақтың үй ескіріп құлап қалатын болса, немесе қазіргі кезде апат болған жағдайларда үйлерді, яғни сумен бірге алып кететін уақыттар болып жатыр. Соған қазақтар бірігіп көмектесуді жылу жәрдем деп атаған.
Екінші сұрақ сүндет тойы. Сүндет тойы ол бізге 17 ғасырда араб елінен келген, яғни ол қазақтың ұлттық дәстүрінен гөрі мұсылмандығын ұлттық дәстүріне жақын. Ол сүндет тойы 5 және 9 жас аралығында болса, қазір 3-4 жасында сүндет дейді, яғни ұлдарға арналған салт дәстүр. Бұл, яғни сүндеттелген бала нағыз мұсылман деп есептеген. Келесі. Мен яки асар дейді. Асарды үй салғанда немесе бір ғимарат нелер орындарын салған кезде асар берілген. Сондықтан оның солай асар деп аталған. Екіншісі, баланы атқа мінгізу. Менің ойымша баланы 6 жастан мектепке барған кезде немесе сүндет тойға тұрғызған кезде баланы атқа мінгізген деп өзім ойым сол. Әлі баламды атқа мінгізіп көрген емеспін, солай ойлаймын өзім. Қайки, мұғалім апайлар, емтиханға бала қойып жүріңіздер. Бірінші емтихан тапсыруға бізде Назира келініміз. Назира келініміз. Бірінші 2-3 сұрақты қорытындылайсыздар да, бірақ бала қойыңыздар. Бір сұраққа 2 сұрақты қойғайсыздар. 2 сұрақты қорытындылайсыздар да. Еліміз 5. Үшінші Назира еліміз 5. Амар 4. Жақсы. Келесі сайысымыз тәуелсіздік ата-бабам аңсаған, жете алмай құрбан болды қаншадан, махамбеттер жан-жақ әлем қайраттан, әр кезеңде сенде ерлік жасаған. Мұзға жанған желтоқсанның жалауы, жарқылдайды ұл қызыңның алауы. Мәншүк, Әлия, сенде ерлік жасаған, ләззаттарды жалғастырып қараған. Құтты болсын тәуелсіздік мейрамы, ол әркімге еркін өмір сыйлайды. Колледжіміз алға шығып елімізде жақсы атақ пен нұр шапақ сыйлайды. 20 жылдық тәуелсіздік елімізге, өзге үшін болашаққа жол ашамыз. Өзге елдермен терезең тең болмаққа, тар кезеңде тәуекелде жол ашамыз. 20 жылдық тәуелсіздік елімізге, болашақтың іргетасын қаласуда, халқымызға жаппар ем жар болса да, ұлы тарих көшіменен әр асуда. Марал Әлжанова. Ана деген мөлдір бастау суаты, ана деген бұл өмірдің қуаты, ана деген алтын күннің сәулесі, ақ таңы болып шашылатын шуағы, ана деген қызыл гүлі өмірдің, ана деген мерекесі өмірдің, ана деген мейірімнің мекені, алдарында ақ гүл болып тұратын, ана деген дүниенің тірегі, ана деген сан ұрпақтың жүрегі, ана деген қол жетпейтін көктегі адамзаттың ағарманы тілегі, ана деген көбелектей гүлдегі, ана деген ақ құсынды көлдегі, ана деген күш қуаттың қорғаны, ақ отауы алдындағы. Рахмет. Келесі.
Рухы биік халқым менің қазағым, артта қалды көрген барлық азабын, ескі өмірдің есігінен үңіліп, жастарға арнап бір жырымды жазамын. Егеменді аңсап келді көп жылдар, әрине артта қалған мол мұң бар. Тарихынды ұмытпаңдар, ей жастар, ел тізгінін ертен алып жол бастар. Ертенісін егеменді еліңнің, үлес қосар дамуына жерінің, мақтан етер ата-ана тілегісін, үміт артқан халқыңның тірегісің. Есте сақта аштық көрген ақтабанды, елі үшін соғысқан мың адамды, желтоқсанда жастарды құрбан болған, үміттері үзіліп көңілі солған. Талай қиындықты халқым жұқты, қиындыққа төзіп келген елім мықты. Тәуелсіздік таңы атты, міне бүгін мойнымыздан түсірді ғой азап жүгін. Нұр ағамыз қамын ойлап елінің, болашаққа артты халық сенімін, беріп тұрды өзі берген антына. Жеңілдіктер жасап жатыр халқына, егеменге 20 жыл ғой ағайын, мақтанышпен тағы еске салайын. Дами берсін Қазақстан еліміз, көркейіп әсем болсын жеріміз. Айта алмаймын өзімді ақынмын деп, ақындыққа алыстан жақынмын тек. Айта алмаймын өзімді атақ құмар, бұл сөзімді бір ұқпас бір ұғар. Өлең жазу әжемнен қалғандарын, әжемнің алдында түзу шығар менің арым. Шындықты жазуға тек тырысамын, сол үшін күш жігердің салам бәрін. Бұл өлеңді өзім жаздым. Екінші өлең анама. Қымбат маған анашым, ақ сүт берген, тәрбиелеп өсірген, мәпелеген, білім ал деп оқытып, өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Жеткізді ұзын жолдың ортасына, аман болсам жетермін жартасына. Алаңсыз сауық сайран салып жүрміз біз бүгін аналардың арқасында. Рахмет, Біздің анамызға шығарғанбыз, бауырларыммен бірге қосып. Анашым, сенсіз менің арым бағым, сен ойласам келмейді дамыл тағым. Сен дегенде қуанышым тасыған, сен бар жерде жылағым жоқ жасыған. Сен шырақ кете қалсан сағынып, мен өзіңе жетуге анашым асыққан. Сезім толсын, жайын ұғар жан жақты, ақ батасы, ақ тілегі ақтарған. Біздің үйдің сәнін келтірер анашым, саған деген алғым тұр танысым. Қайтем оны мына елден жақтырып. Рахмет. Әділқазылар дайындалғанша қазір келесі сайыс өнер сайысы, сондықтан да сіздер киіп келесіздер, өнер сайысына. 5-5-5. Екінші Әселдің балалары. 4-4-4. Үшінші Назираның балалары. 5-5-5. Төртінші Анардың балалары. 5-5-5. Өнерінің өнерін тағы да байқап көрейік. Жүйрік аттай жире
Мен орындайтын биім қазақтың ұлттық биі. Күйдің аты Ерке Сылқым, бидің мағынасы ерке қыздың биі. Өте тамаша. Келесі Мен қолөнерлілер отбасынан шыққан, әкем ат әбзелдерін жасайды. Мысалға, мына қамшыны менің ұлыма жасап берді. Және анам құрақ жасап, бөстек жасайды. Міне осындай. Ал менің бүгін сіздерге жасап әкелгенім бұл жастық. Бұл жастықты шахмат деген тігіс бойынша жасадым. Және қолғап, ол ер азаматтарға әсіресе қазіргі уақытта керек. Оның қолғаптың сыртына қолды кигізетін жеріне жүнді мата салуға болады. Өйткені қолдың ішіне суық кірмес үшін. Үшіншіден, күнделікті өмірде әйелдерге өте қажетті нәрсе бұл ыстық ыдысты ұстауға арналған матадан жасалынған, яғни ыдыс қазан ұстағыш деп атаймыз. Және де өнер деп санаймын өзім. Мен мақала жазам және өлең шығарам. Шыққан мақалаларымды және өз компьютермен шығарған кітабымды көрсеткім келеді. Нәрселеріңізді айтып қойыңыз. Тамаша. Келіндеріңізді жан-жақты 8 қырынан көріп жатырсыздар. Өте тамаша. Өте тамаша. Рахмет. Келесі Анаргин.
бір 2 минуттық әділ қазыларды дайындап жатыр. Кішкене әңгіме айтып тұруларыңызға болады, бір-бірлеріңізге қарап. Баяу музыкамен. Өнер сайысының балаларын көрейік. Бірінші бізде Назира келін. 5-5-5. Өзбек еліне жақын келін екен ол кісі. Екінші келініміз Әсел келін. Мың бұралған бейші келін. 5-5-5. Үшінші келініміз Назира келін. 5-5-5. Бірнеше қырынан көрсетті өзінен ақындығын, тапқырлығын, смерлігін көрсетті. Ой, қандай Алмагүл еңешіне қайда? Бақытты ең екен. Келесі келін Анар келіннің бағалары. 5-5-4. Қамажай бейімделен келін. Тағы да бір ду қол шапалақтап қоямыз. Мұндай қазақта мынандай сөз бар. Жіпті ере алмаған жын етеді, келінді күте алмаған күң етеді дейді. Келіні жақсы үйдің кереге салтын дейді. Келесі сайысымыз нағыз әйел бейнесін сомдаған 5 минуттық көрініс, үйге берілген тапсырма. Қазір сіздер соны тамашалайсыздар. Үй тапсырмасы нағыз әйел бейнесін көрсетеді сіздерге қазір. Балам, қайдасың? Осындамын ата. Балам, мен саған қазақтың сұрағын қояйын. Қазақта халқымызда қазақ кім? Үйдің алтын қазығы ол бала. Жоқ балам, үйдің алтын қазығы ол ана. Ана ақылды болса, бала дана болады. Анаға қарап қыз өсер, әкеге қарап ұл өсер. Жоқты бар, ашты тоқ ететін кім? Жоқты бар, ашты тоқ ететін ол мейірімді әке. Жоқ балам, әке қанша мейірімді болса да, ананың жөні бөлек. Ананың жөні бөлек. Ұйықтап жатқан балаға анасы да керек. Ұйықтап анасыз бала ұйықтамайды, қатықсыз айран имайды. Сіздің қазір тамашалайтын көріністеріңіз нағыз әйел бейнесін 5 минуттың ішінде сомдап беру үй тапсырмасы. Біздің бүгінгі көріністе Ақсақ Темір хан мен жаңағы баласын 4 жыл бойы іздеп жер шарын шарлап шаршап шалдығып Темір ханға жеткендегі екеуінің арасындағы сөз және бейнесі көрініс болады. Енді менің қатысушыларым Ақсақ Темір рөлінде 11-ші сынып оқушысы Диас. Біздің Ақсақ Темір ханның 2 шабарманы 11-ші сынып оқушылары Сүйінбай мен Ырысбек атты шабармандар.
міндетсіз. Мен барамын ханға. Үсті басы алуа жұлуа жыртық киінген бір әйел келіп тұр, ханға барам деп болмай жатыр. Ал келіңдер. Сен менің Баязитімді өлтірген. Я, мен оны жеңгемін, басқанда жеңгемін. Әлі жеңден қайтқаным жоқ. Сен не айтпақшысың әйел? Тыңда, сал құлағымды. Сен жер бетін жаулап, қанша қиянат қылсам да сен құр адамсың. Ал мен әйелмін, анамын. Сен менің алдымда жазалысың. Сен менің ұлымды қайтаруға міндеттісің. Жіберіңдер, отыр, сөйле, айтарыңды айт. Осыдан 4 жыл бұрын менің ұлым 6-ға келгенде жау шапты. Сол жауда менің ерім және әкем қайтты. Менің ұлым өмірдегі ең сұлу еді. Менің жәңгірім сияқты екен. Иә, сен менің ұлымды қайтар. Ей әйел, сонау жат жерден қалай келдің? Өзендерді, тауларды кезіп қалай келдің? Иә, талай жылдар өтті. Талай аңдарды да көрдім, қасқырды да кездестірдім. Аюды да ақырған, барысты да көрдім. Барыстың көзі тап сіздің көзіңіздей жанып тұрған от екен. Бірақ ол аңдардың жүрегі бар екен. Менің ана екенімді, әйел екенімді түсініп, олар маған тиіспей теріс айналып кете барды. Солай әйел, аңдар адамдардың күштірек сүйіп, жануарлармен ғана алысады. Иә, сен де анадан туған шығарсың. Сені де бір әйел тапқан шығар. Солай әйел, махаббатсыз бақыт болмайды, әйелсіз махаббат болмайды. Анасыз ақында болмайды. Сонымен менің ұлымды қайтарасың ба? Мен Тәңірдің құлы, Әмір Темір, өзіме тиісті сөзімді айтамын. Мен өмір сүрдім, өмірінде табан астында қара жер басып келдім. Өз қолыммен 30 мың әскермен елді қиратқан адаммын. Оның мәнісі ұлым Жәңгірді өлтіргендерге кек қайтару. Мен осы өмірінде анам жайлы ешқашан ойламаппын. Менің жерлерімнен осы әйелдің тауып әкелдіңдер. Иә, хан, дұрыс айтасыз. Жолға аттаналық. Көріңіз, келін, ана, әлі дана. Өткен заманда Асмай деген кісі іс-сапарға шығыпты. Сайын далада кетіп бара жатып, бір жалғыз үйді көреді. Сол үйдің алдында отағасы мен жұбайы отыр екен. Әйелі көрікті, пысық жан болса, жолдасы мұңжын, икемсіз екені көрініп тұрады. Асмай әйелді сынамақ болып: Шырағым, бақыттың ашылмаған жан екенсің. Осыншама екемсіз жанға неге тұрмысқа шықтың? Тағдырымның жазғаны солай. Егер сол жігіт маған жазылса, маған лайығы осы. Егер мен жақсы адам болсам, менің жолдасым да жақсы адам болғаны. Сырт көзге жаман болып көрінсе де, рухани тұрғыдан бай адам. Менің міндетім тағдырыма ризашылық етіп, жәннатқа жетелейтін жол табу. Ал жәннатқа бір-бірін түсінген ерлі-зайыптылардан артық не бар? Шырағым, неге ажырасып кетпейсің осы? Онда екеуміз де құрдымға кетеміз. Оның құрдымға кететін себебі мендей төзімді жанды енді таппас. Ал менің құрдымға кететін себебім осыншама жыл төзімділік танытып, алған сауабымды еш уақытта, ешбір жерден таппасым анық. Осындай отбасы ешқашанда шайқалмасын. Рахмет, көрмедіңіз, қонақ болыңыз. Болмашы нәрсеге бола мәңгілік жанатқа жетелейтін құндылықтарды аяқ
әрі әр әйел әрқашан сүйген жарының мерейі үстема етіп жүру керек. Ислам өркениетінің газетінен өтіп жатқан шарт емес. Senin orada. Самообслуживание. Шыбатақ сыныптан келіп тоңып кетесің. Жұмыс намазыңызды оқыңыз, Әлемнің мәні әйелде, шын мықты болсаң оныңды әйелге барып дәлелде. Әйелсіз қонды бақ қашан, әйелден түстік отқасан. Әлемнің тілін таппайсың, әйелдің тілін таппасан. Әйелмен құның өлшенер, Құдайдан кейін сол жібер. Бақытты сен де болмайсың, әйелі сорлы болса егер деп. Жаңа сіздерге 5 минуттық нағыз әйел бейнесін сомдаған келіндерге тоғыл шапалақтап қойыңыздар. Орындарыңызға келіп отыруға болады. Бұл біздің соңғы сайысымыз болғандықтан, әдіп қазылар, сіздер 6-шы сайыстың бағасын қойып алсаңыздар. Ондағы 5 минуттық көрініс. Бірінші, Назира келін, 5. Атасы келіні мықты екенін айтып берді. Келесі Әсел. Сонау 17 ғасырдан 5. Келесі Назира келініміз. 5. Анар, сен жұмыс тұрып беттің жаңа, конторға жұмысқа барып келген. Келесі Анар келініміздің 5 минуттық. 4. Арасында оразғали ақайғада тапсырма беріп қоятын. Өте тамаша. Келесі енді әділ қазылар, сіздер тез дайын боласыздар деп ойлаймын. Жалғыз жүріп жол табам деу далбаса, жігіт болсаң жар табуға қам жаса. Аманжол келіні Әсел, Ахметова келіні Назира, Кәрім келі Анар. Тоғыл шапалақтап қоясыздар. Сіздер дайынсыздар. Ендігі сөзді әділ қазыларға береміз. Сіздер бұл жерге бағанағы газетті тұрып-тұруларыңыз болады. Бүкіл Қазақстанның тәуелсіздігіне арналған 20 күн, жұлдызды 20 күн өтіп жатыр. Оның әрбір күні осындай іс-шаралармен өтеді.
Астанада да, Ақмола облысында да, Қорғалжында да, әрбір қорғалжындық ауылдарда да осындай шаралар өтіп жатыр. Міне сондай бір үлкен шараның бірі жаңағы келіндер сайысын біз өзіміздің өркендеуде бүгін өткіздік. Мәресіне жетті. Өте тамаша өтті деп есептейміз. Енді әрбір сайыста біз әрбір келінге сондай риза болып отырдық. Өйткені бұл келіндер өте жақсы дайындалып келіпті және құр дайындалып қоймай, өздерінің мынау ауылдағы туыстарын, көршілерін, балаларды, оқушыларды бәрін тартып, мынау осы мерекеге ұйымдастырып, жаңғыз өздері емес, кем дегенде 10 шақты адаммен бірге қатысып отыр. Сондықтан бұл біздің өркендеу үшін өте бір жақсы мереке. Мынау биылғы 11-ші жылғы Наурыз тойынан кейінгі екінші үлкен не деп есептеуге болады. Енді бұл сайыс болғаннан кейін бұл бағаланады және бағалар беріледі. Енді жаңағы 6 сайыстың нәтижесі бойынша 4-ші орынға Кәрім келіні Анар ие болды. 75 балл. Пысық келін. Номинация пысық келін. Одан кейінгі беріп аласыз ба? Одан кейін Кенжекеева Әсел білімді келін номинациясы бойынша жеңімпаз атанып отыр. Үшінші орын. Екінші орын. Грантына қойылды. Екінші орын. Екінші орын. Енді бірінші орын бойынша. Енді бұл жеңімпаз болып, біздің осы сайыста бірінші орынға Балғожина Нәзира Кәрім келіні. Биші келін. Енді бас жүлде гран-при дейді. Оған Серикова Нәзира Ахметова келіні. Ауылымыз болғаннан кейін әркім мерекені өзінше атап өтеді. Сондықтан да біздің ауылда бүгін үлкен сайыс болды. Ол тағы да енелер келіп отыр. Тағы бар ма енелер? Сондықтан да өте тамаша, өте жақсы сондай сайыс болды. Сіздерге көп рахмет. Сіздердің айтам дегендеріңіз бар ма? Қанекей, айтыңыз да. Біріншіден келген көрермендерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай сайыс ұйымдастырып, ел мерейін кішкене елдің, халықтың осы ауыл тұрғындарының көңіл көтергендеріңізге үлкен рахмет.